Сәлем, құрметті көрермендер, сендермен бірге мен Мадиплей. Бүгін біз сұрақ-жауап рубрикасының жауаптарын айтамын. Ал ендеше кеттік, бастайық. Так, видео басталмай тұрып мен айтып кетейін. Сіздерге көп рахмет. Менің каналымда 135 подписчик болды. Енді 150-ге жеткізіп тастайық. 150-ге жетсе конкурстың жауаптары шығады. Видеомен анықтаймыз. Ал бастайық. Так, екінші сұрақ. ютубқа қалай келдің дейді. Мен ютубқа кәдімгі қазақ ютуберлерін көріп қызықтым. Сосын келдім. Не мақсат дейді. Не мақсат болғанда менің тек жай ғана видео түсіріп, подписчиктерім көбейтіп, просмотр көбейтіп, сөйтіп мақсатым сол. Ал үшінші сұраққа кеттік. Үшінші сұрақ Казгамерден келген. Видеоны қандай программамен монтаждайсың? Мен видеоны Power Director деген программамен монтаждаймын. Міне суретті Play Market'тен жазып аласың, если что. Ал төртінші сұраққа кеттік. Так, міне төртінші сұрақ. Видео неге көп шықпай кетті? Міне дұрыс сұрақ. Видео көп шықпай кеткен себеп, мен алдыңғы видеоларды айтқанда 10 лайктан кейін келесі видео шығады деп айтатынмын. Сол 10 лайкты сіздер тез жинап тастайсыз, сондықтан мен оны 15 лайкқа көтердім. 15 лайктан кейін видеоны шығарып бастаймын. Ал бесінші сұраққа кеттік. Так, бесінші сұрақ. Футбол қалай ойнайсың? Мен футболды енді қатты ойнаймын деп айта алмаймын, бірақ ойнаймын. Қай командаға болеть етесің? Әрине Барселона. Барселонаны айттық. Енді біз алтыншы сұраққа кеттік. Так, алтыншы сұрақ. Мыта қалай жазады? Мыта жазуысы бізге GTA-ның кәдімгі өзі керек оригинал түрі. Оны жазамыз, жазып жатқанда білетін папкаңызға саласыз, одан кейін мытаны жазасыз. Мытаны жазып атқан кезде, мытаның жазып атқанда, мытаны папкаға салайын деп отырады. Сол кезде мытаны жаңа GTA-ның папкасын бір жерге қойдыңыз ғой, сол GTA-ның папкасына саламыз. Болды, сосын жазасыз, болды, кіріп ойнай бересіз. Так, және жетінші сұраққа кеттік. Қызың бар ма дейді. Иә. Қай қалада тұрасың дейді. Жаңаөзен қаласында тұрамын, Маңғыстауская область. Сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, каналға жазыламыз, комментарий қалдырамыз. Қош сауыңыздар, сендермен бірге болған мен Мадиплей.